Бисмилля, 6-шы сұрақ. Аллах Тағаланың бар болуы жайында. Аллах Тағаланың бар болуы ол жаратылыстың бар болуы секілді емес. Аллах Тағаланың бар екендігіне ешқандай күмән жоқ. Мысалға айтатын болсақ, түсіну үшін жазылған хаттың жазушысы бар секілді, құрылған ғимараттың құрылысшысы бар секілді, ұрылған заттың ұрушысы бар секілді, түсіну үшін мына әлемнің жаратушысы бар екендігіне ешқандай күмән жоқ. Аллах Тағаланың бар болуы өзін жаратқан нәрселер мүлдем ұқсаушы емес. Әлемнің бар болуын біз білеміз. Ол әлем екі түрлі денемен бар. Қолға ұсталып сезілетін және сезілмейтін. Сезілмейтін денелерге байланысты ауа, жарық, қараңғы деген секілді. Ал қолға ұсталып сезілетін денелер ол айналамызда көріп жатқан денелер. Осы айналамыздағы денелер және басқа екінші қолға ұсталып сезілмейтін дене, әрбір дененің өзінің орналасқан орны, мекені бар. Және сол дене қоршаулардан тұрады, оң, сол, алды, арты, асты, үсті деген секілді алты тарап бекітілген. Және ол дененің бір жерден басталуы, бір жерден аяқталатын уақыты бар. Бұл қысқаша біз әлем жайлы түсінігіміз. Әлем ол дене және оның қасиеттері, сипаттарынан тұрады. Аллах Тағаланың бар болуы бұл әлемнің жаратылыстың бар болуы секілді емес. Оның бар болуы ешбір нәрсеге ұқсамайды. Және ол мекенсіз. Өйткені мекен деген нәрсе ол жаратылған. Уақыт деген нәрсе ол жаратылған. Ағза мүше деген нәрсе, дене деген нәрсе ол жаратылған. Жоқтан бар болған. Аллах Тағала ол өзін жаратқан нәрселер мүлдем ұқсаушы емес, және өзі жаратқан нәрселерге ешқандай мұқтаж да емес. Мұқтаждық ол әлсіздік, ал Құдай Тағала әлсіздік тән емес. Әлем үздіксіз ол Құдайға мұқтаж. Аллах Тағала ол ешкімге еш нәрсеге мұқтаж емес. Енді Құран Кәрімде Аллах Тағала былай дейді: Афиллахи шаккун. Аллах Тағаланың бар болуында ешқандай күмән жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Каналлаху валам якун шайун гайру. Аллах Тағала бар болды, мәңгі бар болды. Аллах Тағала мәңгі бар болушы. Ешбір нәрсе болмады. Аллах Тағаладан басқа ешбір нәрсе болмады. Ол не дегеніміз, мына әлем ол жаратылған, бір жерден басталған. Қандай дене болсын, аршы болсын, аспандар болсын, жерлер болсын, ауа, жарық, қараңғы, кеңістік болсын, барлығы ол жаратылған. Мекен, уақыт деген нәрсенің барлығы жаратылған. Аллах Тағала, жоқтан бар болған. Құдай Тағалаға ондай кемшілік атаулар тән емес. Кемшілік атаулыдан пәк.